Құрметті Мұхаммед саллаллаху алейхи уәссәләм, бүгін мен сондай жаралымын, жүрегім қатты ауырып тұр. Олар сізді бояп, өте қорқынышты есімдермен атап жүр. Мен олардың сізді неге ұнатпайтынын түсіне алар емеспін. Расымен айтып жеткізе алмаймын. Айтайын дегенім, олардың сізден үйренетіні сондай көп, білмегендер сондай ұят. Олар сіздің шын мәнінде қандай адам болғаныңыз білгенде ғой, сонда бәрі басқаша болар еді. Сіздің жүзіңізді көргенде ғой, күлкіңізді, сіздің жетім балаға қалай қамқор болғаныңызды көргенде ғой. Мені кішкентай қыз болсам да, осы қараңғы қатыгез дүниеде сондай жоғары маңызы бар адам екенін сезіндіргеніңізді білгенде ғой. Бәлкім қыздарын тірідей көмгендерге қалай қарсы келгеніңізді білгенде, бізге сендердің жақсыларың әйелдерге жақсы қарағандарың деп үйреткеніңізді. Олар сіздің өміріңіз жайлы оқып, мен естіген әңгімелерді естігенде ғой. Өзіңізден кішіге қалай ізет көрсетіп, үлкенді қалай құрметтегеніңізді, әрдайым жұмсақ сөйлеп, өте сирек қатты айтатыныңызды. Сіздің өз отбасыңызға, басқалармен қарым-қатынаста да қалай сүйіспеншілікпен қарайтыныңызды, ата-анамызға, әсіресе анамызға мейірімділік танытуды үйреткеніңізді білгенде ғой. Бір-бірімізге жақсы қарап, қызмет етуімізді үйреткеніңізді, терінің түсіне қарамастан бәріміз тең екенімізді үйреткеніңізді білгенде ғой. Мүмкін қиын шақтарда басқаларға қалай демеу болғаныңызды көргенде, қасыңыздағы әр адамды ерекше сезіндіре алғаныңызды білгенде, әлсіздерге қалай қолдау көрсетіп, кедейлермен отырып демеу болғаныңызды білгенде, көршің аш отырғанда ұйықтап жатпауды үйреткеніңізді, әлемге қандай қамқорлықпен қарағаныңызды, жануарларға, ағаштарға, ағып жатқан судың өзін ысырап етпеуіңізді үйреткеніңізді, жемқорлыққа қалай қарсы тұрғаныңызды, ашкөздікпен күрескеніңізді, бәлкім сонда олар сізге қаншалықты мұқтаж екендерін түсінетін шығар. Қиналып тұрған құсқа қарап жүрегіңіздің ауырғанын, сол құстың сіздің оған қамқор болатыныңызды біліп, дәл сізге шағымданып келген оқығанда ғой. Өйткені сіз әділетсіздікке қарсы шыққан адам едіңіз. Қаналғандар үшін күрескен едіңіз. Сонда да жаулап алынған күні өзін ренжіткендерді кешіре алатын адам едіңіз. Олар соны оқығанда ғой, бәлкім түсінер еді. Мұхаммед саллаллаху алейхи уәссәләм жай адам емес еді. Олар пайғамбарымыздың адамзаттың ең асыл екенін білгенде ғой. Бәлкім содан кейін барып олар да сізді жақсы көретін еді.